Бүгінгі жұлдыз жорамал 28 мамыр күні сізді не күтіп тұр? Жұлдыз жорамалы бойынша сізді не күтіп тұрған біліңіз. Біздің жұлдыз жорамалымызға сүйене отырып, сіз жұмыс жоспарыңызды тиімдірек құра аласыз. Жеке қарым-қатынастарыңызды дамыта аласыз және күнделікті денсаулығыңызды бақылай аласыз. Жұлдыз жорамал тоқтыларды бүгін не күтіп тұр? Балаларыңыз бөлмесін таза ұстай алмаса, оларды ынталандыру үшін неше түрлі тәсілдер пайдаланыңыз. Бүгін балаларыңызға қаталдық танытпаңыз. Бұл олардың сізге деген көз қарасына жақсы әсер етпейді. Жұлдыз жорамал торпақтарды бүгін не күтіп тұр? Достарыңыздың жеңістерін қызғанбаңыз. Олардың жеңістері арқылы шабыттанып, тәжірибеден сабақ алыңыз. Сонда сәттілік сізге серік болады. Жақын адамыңызға себепсіз кішкентай болса да сыйлық жасаңыз. Бұл оны шексіз қуантады және қарым-қатынасыңызды нығайтады. Жұлдыз жорамал егіздерді бүгін не күтіп тұр? Жұмысқа барып келуді қоспағанда күніне кемінде 10-15 минут қысқа серуенді ережеге айналдырыңыз. Бұл уақыт сіздің эмоционалдық және физикалық күйіңізге оң әсер етеді. Бүгінгі күн қарбалас және бай берекет болады. Жоспарлар сағат сайын өзгереді. Процесті қандай да бір жолмен басқару үшін күнделікке өзгертулер енгізіп, кездесулер мен қоңыраулар үшін уақыт қалдырыңыз. Жұлдыз жорамал шаяндарды бүгін не күтіп тұр? Қаржы мәселелерін шешуге қолайлы күн. Сізді адастыру екі талай. Бар ынта-ықыласыңыз бен күшіңізді жұмсаған ісіңіз алға басады. Жақындарыңызбен қарым-қатынас сенімге негізделгені дұрыс. Қазіргі күнге назар аударыңыз және жағымсыз ойларды тастаңыз. Жақында бәрі жақсы болады. Жұлдыз жорамал арыстандарды бүгін не күтіп тұр? Мүмкіндігінше өз денсаулығыңызды кешенді, жоспарлы тексеруді ойландырыңыз. Және де ол кез келген ықтимал аурулардың алдын алады, немесе дертті ерте кезеңде анықтауға мүмкіндік береді. Бүгін өзгелердің ішкі жан дүниесіне баса назар аударғаныңыз дұрыс. Өзгенің орнына өзіңізді қойып көріңіз. Осылайша оның сезімін түсінетін боласыз. Немесе жұлдыз жорамал бикештерді бүгін не күтіп тұр? Сабырлы болыңыз және ұсақ түйекке ренжімеңіз. Барыңызды салып жұмыс істеңіз. Нәтижеге тез қол жеткізесіз. Ақылға құлақ салып, қиын жағдайларды саналы шешім қабылдаңыз. Бұған көп нәрсе байланысты. Серіктесіңізге берген уәдеңізді орындайтын кезі келді. Әйтпесе, қарым-қатынаста келіспеушілік орын алады. Жұлдыз жорамал таразыларды бүгін не күтіп тұр? Сүйген адамыңыз болса, оны мақтап қоюды ұмытпаңыз. Бәрі де өзінің сүйікті әрі бағалы екенін сезінгісі келеді. Бүгінгі күн тәртібін реттеу үшін тамаша күн. Жұлдыз жорамал сары шаяндарды бүгін не күтіп тұр? Косметика дүкеніндегі кеңесшіден көмек сұраудан тартынбаңыз. Сіз үшін ең жақсы өнімді табу оның жұмысы. Ал сіз сұлулығыңызды арттыратын өнімге тек риза боласыз. Күнделікті ас мәзеріңізге мән беріңіз. Сіз ақуыңызды тым аз немесе көмірсуды көп қолданып қоюыңыз мүмкін. Бұл сіздің ағзаңызға зиян. Жұлдыз жорамал мергендерді бүгін не күтіп тұр? Гирлянда немесе шамдар сатып алып, жатын бөлмеңізге немесе қонақ үйге іліп қойыңыз. Бұл сізге және отбасыңызға кешкісін мерекелік көңіл күй сыйлайды. Достармен қарым-қатынаста өзара көмек немесе шынайы қолдау кезеңі басталды. Жұлдыз жорамал тау ешкілерді бүгін не күтіп тұр? Дене бітіміңізге қарым-қатынасыңызды қайта қарастырыңыз. Сіз өзіңізді көбірек жақсы көруіңіз керек. Қарым-қатынаста шынайы болыңыз. Өзіңізді жақсы жағынан көрсетуге тырыспаңыз. Болмысыңыздан алшақтап кетпеңіз. Жұлдыз жорамал су құйғыштарды бүгін не күтіп тұр? Көбірек сырласыңыз. Енді сіз басқа адамдардың сезімдерін оңай түсіне аласыз. Жақын адамдарыңыздың тілектері мен ойлары туралы болжай аласыз. Сіз тіпті жауабыңызбен де тіл табыса алатын жансыз. Күн қызықты болады. Шығармашылық көзқараспен бірге шешімді қажет ететін идеялар туындайды. Ал үйреншікті жұмыстарды жүргізу әдеттегіден қиынырақ болады. Жұлдыз жорамал балықтарды бүгін не күтіп тұр? Бүгін ащы, майлы және тұзды тағамдардан бас тартыңыз. Зиянды тағамды тұтынудың жағымсыз салдары болуы мүмкін. Ескі досыңызға кенеттен тосын сый жасау үшін жақсы күн. Достығыңыздың қалай бағалайтыныңызды көрсетіп, жақын адамыңызды қуантыңыз.